действительно авиаселосты билеттер арзан екен ғой, скрин жасап Астанаға баратын деп салып қойын бай сұрайма. Жоқ, бірақ керек емес. Қыздар болдар, Пантаресі өлек қалды. Джако, Арман, күтіп алыңдар, 1,5 сағатта Астанада болам. Жоқ, брат, керек емес. Пантарез, анау, мынау. Ал, құрметті инста достар, мен Астанаға ұшайын деп жатырмын, жол болсын деп қойыңыздар, 1,5 сағатта Астанада болам. Жоқ, жарайды, салмақ қойыншы история. Аэропорт көрмеген, дым көрмеген деп айтып жүр. Мақтанған бересін дейсіздер. Әдеке, келетін болсаң хабарласпайсың ба? Жүрміз ғой Астанада. Чотам өзің қандай пойызбен келдің? Жоқ, брат, мен пойызбен емес, самолетпен келдім ғой. Ұшып келдім ғой. Қудыртпашы. Самолетпен келсең, сразу историяңа салатын едің ғой сен. Өтірік айтасың. Шымкент. Ішінде бір тиыны жоқ амиян, ешкімге керек болмай қалдық қой депті. Екінші. Ойнап отырған 3 жасар баланың қолындағы пульт, көкені балаңыздың қолына мен алып тастаңызшы. Басымыз теп тастады ғой депті. Едім балалара. Жаңылтпас. Қартайған сартай, ауырмай қартай, ауырса жантай, болмаса талтай, ныспын нартай, әке матар албай, мәселе мынадай. О, Шака, парковкадамын ғой, давай, кесінді шезет, қатып қалды, давай. Кіртіп тұрын. Вайнер, да? Сотка емес. Брат, ренжімеш, кепті дуғайский ма? Брат, ренжімеш, бізде просто реклама да, Нұротонмен. Реклама, түсінесің ғой, брат, түсінесің ғой. Привет, брат, құй берма, но? Брат, киімме, басқа киімме, доғыр бар еді, контракт барда ренжімеш, брат, Ена, Джордан бар еді. Брат, ренжіме, болмайды, брат. Брат, енді түсіңіз. Брат, мен де ыңғайсызданып тұрмын да, брат. Аполло екен ғой, брат, реклама болып кетеді, Аполло. Ренжімеш, брат. Просто біздің аудитория түсінбей қалады. Болмай ма? Жоқ, шеш сал, брат. Все, брат. Все, волноваться түсіңіз. Время. Алло, Шака, келдіңдер ма? Все, давай. Давай, брат, давай. Ренжіме, болса. Басымыз аман, бауырымыз бүтін. Олай болса, өздерінің жан рахаттары үшін өйтін байдың балалары 3-ші мегаполистен. Тағы да кешар достар. Достар, әкесіне темекімен ұсталып қала беретін жігіт, қызымен ұсталып қалса қалай болады? Сонымен үйінде. Айгүл жаным, оңаша қалдық енді бізге ешкім кедергі жасамайды. Жақын. Ой, әке, мек емес. Баға деген досымның кеші менде қалып кетті. Қой? Шынымды айтам, әке. Шынымен сен кемес. Шынымен, сенбесеңіз аузым есік бөр. Құрметті достар, қазіргі кезде байқасаңыздар, елбасының дауысын салатын пародистер өте көп. Сонымен белгісіз бір ауылдың әкіміне елбасының өзі тікелей хабарласыпты. Бірақ сол ауылдың әкімі пародист деп ойлап отыр. Қойшы, ойнап отырсыңдар ғой, қойшы. Асқар сен ба, көмек бай? Сен ба? Қойшы, жүрегім нашыр өйтіп ойнамаңдыршы, қойшы. Турайсы сөйлейді ғой, турайсы. Ойба, кешіріңіз. Осылай демалыста кеп тұрмайсың ба біздің үйге? Солайдан кеп тұрсаң болады ғой, аптасына бір рет хотя бы. Келіп жатып ал деп жатқан жоқпыз ғой. Әке шешең қалғалай, жақсы ма бәрі? Жақсы. Кеп тұрамыз ғой енді бұйырса. Қазір онда келем, я? Dağıyım bilemedi değdi. Al klaş sesler kayda. Естімеген елді көп. 60 жасына келіп ұзатылып жатқан апамыз. Артыңа қарама, апа, артыңа қарама. Барған жеріңде енең теп о келіндерің сыйла. Артыңа қарама, апа. Артына қарағым кеп тұрған жоқ. Қараған күнде де мойным онша бұрылмайды, шаншуым бар. Көзімде көрмейді, кете берейші. Үлкендер болса ақбата беріп жіберіңіздер, үлкендер бар ма екен? Әулеттің үлкені өзім ғой. Қолдарың жайыңдар. Өз батам өзіме. Аузында екі ақтысы бар атамыздың зуыны шөптісі ұзаққа шыдайды деген. Бір депутат ағамыздың әйелі азында ағамызды оятып жатыр дейді, бар жұмысыңа барып ұйықтайсың.
I found a love for me. Well, darling. Малсың ба ей? Мал соңай отырш. Қып-қызыл ақшаға жоқпыз ба? Мә өзің жин онда. Не істеп отыр берекесін. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, Маймылсың ба ей, түсші. Не істеп жүр қиялы ұқсап? Басыма шатшасың бір күн. Fire en tombe, jour en petite bière au sein.